Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін көрермендердің ыстық ықыласына бөленген Даупхужон телесериалының әртістерінің өмірбаянымен таныстыратын боламын. Чон Кван Рёль 1960 жылы Кореяның астанасы Сеул қаласында дүниеге келген. Жасы 61-де. Ол кино әлеміне 1989 жылдан бастап аяқ басқан. Көптеген дорамаларға түскен. 1995 жылы отбасын құрған. Әйелі және бір ұлы бар. 1999 жылдан бастап Даупхужон телесериалына түсті. Хван Су Джон 1972 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген. Жасы 47-де. 1994 жылдан бастап киноға түсе бастады. 2001 жылы отбасылы еркекпен жүрген үшін 1 жылғы 6 айға түрмеге жабылды. Хван Су Джон 5 жыл ел алдына шықпады. 2006 жылы ғана Су Джон жаңа музыкалық клиппен оралған болатын. 2007 жылдан бастап драмалық телебағдарламаларға түсе бастады. Ким Бён Се 1962 жылы 26 қыркүйекте дүниеге келген. Жасы 59-да. Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Әртістік жолын 1994 жылы бастаған. Қазақстан телеарнасында көрсетілген бізге танымал Ва-Банк телесериалына түскен. Хон Чун Мин 1977 жылы 14 маусымда дүниеге келген. Жасы 44-те. Кореяның Чеджу аралында дүниеге келген. Чеджу ұлттық университетін бітірген. Көптеген дорамаларға түскен.